Тағдыр жалыны сериалында басты рөлдердің бірін сомдаған Руя Илдырымлардың шын есімі Дилан Чичек Дениз. Түркияның Сивас қаласында 1995 жылы 28 ақпанда мұғалімдер отбасында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде ата-анасы ажырасады, ол анасымен бірге қалады. Бұл туралы ол Instagram парақшасында бұлай деп жазба қалдырған. Олар менің 8 жасында 2 жаққа кетті. Сонда да болса жақсы достар. Барлық үшін алғыс айтамын. Сіздердей отбасым болған үшін мың шүкір. Жақсы көрем. Мамандығы актриса, бойы 177 сантиметр. Дилан бала кезінен өнер әлеміне үйір болды. 13 жасынан подиумға шықты, ал 15 жасында консерваторияға құжат тапсырды. Алайда жас актриса өзінің сыртқы келбетіне онша көңілі толмаған. Тіпті талантына да сын көзбен қараған. Бірақ бұл оның кино әлемінде жарқырауына кедергі болған жоқ. 2014 жылы Түркия аруы байқауына қатысып, үздік үштіктің қатарына енді. Содан соң әлем аруы сайысында да бақ сынап көрді. Бірақ жеңімпаздық орнынан көріне алмады. Түркия аруы байқауы актрисаның жұлдызын жағуға себепші болды. Режиссер Корай Балич оны Балайы фильміне түсуге шақырады. Ал оны барынша танымал еткен 2017 жылы жарық көрген Чукур сериалы. 2020 жылы Жарқын жалын фильмінде басты кейіпкер Руяның рөлін сомдады. Жалпы оның фильмографиясында 5 туынды бар. Дилан Чичек қазір актер Фуркан Андичпен кездесіп жүр. Ғашықтар көпшілік алдында да өз сезімдерін жасырмайды. Актрисаның жеке өміріне қатысты қауесеттері де жиі айтылады. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта сіздерді бұдан да қызықты видеолармен қуантатын боламын.